Былай болсын, құрметті қалайық. 10 мың теңге жеңген адамның қалтасында кетеді. Ойынның ешқандай қиындығы жоқ. Мен бір жұмақ өлең оқимын. Бір жұмақ өлеңнің ішінде бопты деген сөзді неше рет қайталап айтамын, соны санап отырыңыздар. Бопты деген сөзді. Кім дәл табады, сол кісінің қалтасында кетеді осы ақша. Дайынбыз ба? Бопты деген сөзді санаймыз. Ал кеттік ендеше, мен бастайын, сіздер санаңыздар. Кім дәл табады, сол кісіге апарып беремін осы ақшаны. Кеттік, бәрекелді. Баяғыда Айгүл ханым қараңызшы, кәдімгідей тып-тыныш болып қалған, шулап отырғандардың бәрі. Санаңыздар. Баяғыда бопты мен депті бопты. Бопты дептіге кездесек, депті бопты, депті гүлінек, депті бопты, депті үйленіп бақыт бопты неше рет айттым. Қанша? 12 жоқ, дұрыс емес. 10 жоқ, дұрыс емес. Қанша? Жоқ, 10 дұрыс емес. 14 кім айтты? 14 деп кім айтты? Ай, молодец, кім сен айттың ба? Красавчик, молодец, дұрыс емес. Тағы бір рет оқиын мен. Қазір ешкім жеңе алмай қалса, ақша менің қалтамда кетіп қалса, Айгүл анама барып айтасыздар. Айгүл, айналайын, тамада жетпегенде ана Найманды қайдан тауып алғансыңдар? Алдап ақшаны өзі алып кетті емес пе деп мені сөкіп кетесіздер. Ондай болмасын. Тағы бір рет оқиын, сіздер санаңыздар, жақсы ма? Ал кеттік ендеше, бастаймын мен. Баяғыда бопты мен депті бопты. Бопты дептіге кездесек, депті бопты, дептіге үйленек, депті бопты, депті үйленіп бақыт бопты неше рет айттым. Қанша? 7 дұрыс емес, 5 дұрыс емес, жоқ. Қанша? 9 дұрыс емес, жоқ. Қанша? 8, міне дұрыс айтып жатыр. 8 қолмен көрсетіп жатыр. Молодец, дұрыс. Жоқ, аға, сіз емес. Нағысы. Келіңіз ортаға. Билеп келіңіз. 10 мың деген, рахмет. 10 мың деген жерде жатқан ақша емес, дұрыстап билеп шықпасаңыз бермеймін. Шын айтам бар ғой. Ай, отырғыза салам. Бағана маған сөйтіп айтқан, жеңген адам билеп шықсын, ұнаса бер, ұнамаса бермей ақ қой, өзің ала сал деген. Есіміңіз? Алия? Кім болып келесіз? Сөз ойлап қалды ғой. Кім жеңгесі? Айгүл ханым, сіздің жеңгеңіз да? Ортаға дұрыстап билеп шығыңыз. Биіңіз ұнамаса отырғызам қайтадан, шын айтам. Ал, кеттік, бәрекелді. Шап! Ха! Айда! Оба! Шап! Ха! Хай! Көрсемде талайда, ажарым арайда. Болды, берем, Құдай, не бол, ақшаны естетпейді десеңші, Құдай. Келе қойыңыз. Енді сізге бар ғой, шындығын айтайын деп тұр, мен бұлай жай бере салғым кеп тұрған жоқ ақшаны. Мен ойлап тұрмын, қазір екеуміз билеп жарысып көрейік, есіміңіз ұмытып қалдым. Алия. Екеуміз билеп жарысып көрейік. Билеп болғаннан кейін халықтан сұраймыз, содан кейін кім жақсы биледі айта қойыңыздар деймін. Алия жақсы биледі дегендер шапалақ соғыңыздар деймін. Осылай болады примерно, ешкім соқпайтын шығар. Одан кейін тамада жақсы биледі дегендер шапалақ деймін. 1-2-3 Найман бар шығар маған шапалақ соғатын арамызда. Вы, по-моему, уже проиграли, тәте. Көрейік, бір би, жақсы ма, Алия ханым? Дайынбыз ба? Кеттік. Маэстро, жібер аттың басы. сұрама неге қарадым, солай қарадым, 30-дан асып барамын. Шашымның сана бәр ағын, таңырқай берме қарадым, санаулы Алияға шабалақ! 30-дан асып барамын, қуанып кейде қаламын. Рахмет, маған жедеді, сізге білмеймін бар ғой. Алия ханым жеңді дегендер шапалақ соғыңыздар. Алия ханым жеңді дегендер шапалақ. Хит екесіз ғой да. Тамада жеңді дегендер шапалақ. Вообще әділдік жоқ негіз, байқайсыз ба? Тағы бір рет сұрап көрейін, кім маған соғады, соған 5000 теңге сақ кетем, расен. 5000 теңге сақ кетем. Алия ханым жеңді дегендер шапалақ соғыңыздар. Алия ханым. Тамада серік жеңді дегендер шабалақ соғыңыздар. Рахмет, вообще позор болды ғой. Сіз жеңдіңіз енді. Менің ақшам емес, той үйлердің берген ақшасы. Жеңісіңіз құтты болсын, қол соғып қойыңыздар. Пока 1000 теңгені ала тұрыңыз. Анау негіз 10 мың болған. Билеп жарысып атқанда 1-0 түсіп қапты мына жерге бір жерге. Осы арада жату керек, тапсам әкеп берем, өзіңізді қарай салыңыз, жақсы ма? Негіз Алия ханым. Барша халқына Найман өзінің наймандығын істеп кетті деп мені сөкпеңіздер. Осыдан біраз уақыт бұрын Диас үйленем деген кезде анасы менен әкесі мына 1000 теңгені басқа ақшадан бөлек сандықтың түбіне салып қойған. Алла, әулетімізге құда келсін. Келініміз келсін, келіннің бетін ашайық. Сол кезде той болғанда осы ақшаны алып
өзіміздің жақын біреуімізге табыс етеміз. Сол үйде де осындай той болсын деген ниетпен сақталған ақша. Осы ақша сізге бұйырып тұр. Құдай қаласа сіздің үйде осындай той болсын деген ниетпен сізге ұсынып жатырмыз. Мына ақшаны ештеңкеге жұмсап қоймаңыз, жақсы ма? Моментальный фото, такси дегендерге төлеп тастап жүрмеңіз, жақсы ма? Сіздің үйде осындай той болсын деген ниетпен сізге ұсынып отырмыз. Құтты болсын, келесі той сіздің үйде болсын. Алия ханымға бір қошемет соқпайыңыздар.